Бәріне сәлем, Қазақстанның жас программистері. Бұл IT Power Lab арнасы. Бүгін мен жаңа плейлист видео жасайтын боламын. Плейлисттің тақырыбы нөлден ойын жасау. Бұл плейлист жаңа бастаушыларға арналған. Және осы плейлисттің арқасында өздеріңіздің бірінші ойындарыңызды жасайтын боласыздар. Плейлистта бәріміз білетін Granny ойынын нөлден жасайтын боламыз. Granny ойыны Unity движогында жасалған, және оған ұқсайтын ойын жасау қиынға соқпайды. Ал ендеше кеттік. Алдымен Google-ға кіріп, Granny 3D Model House деп жазамыз. Сосын екінші тұрған сайтқа кіріп, Download 3D Model дегенді басып, жазылғанын күтеміз. Әрі қарай тағы Granny 3D Model деп жазып, бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Дәл солай жазып аламыз. Енді Unity-ға кіріп, жаңа проект ашамыз. Сосын жазылған модельдерді Unity-ға импортировать етеміз. Енді үйдің 3D моделін сценаға шығарамыз. Инспекторда Scale-ға X63, Y63, Z63 деген мағына береміз. Соның арқасында префаб үлкейеді. Әрі қарай Asset Store-ға кіріп, FPS контроллер деп жазамыз. Price деген жерден Free дегенді таңдаймыз. Сосын Dynamic First Person'ды таңдап, проектке импортировать етеміз. Әрі қарай FPS контроллерді сценаға шығарамыз. Енді ойында қосып тексеріп көрейік. FPS контроллер текстураның ішінен өтіп кетті. Өткені үйдің моделінде коллайдер жоқ. Енді соны қосамыз. Granny House'ты таңдап, инспектордан Mesh Collider қосамыз. Қосып, House Floor дегенді таңдаймыз. Әрі қарай тағы көп Mesh Collider қосамыз. Mesh деген жерден House Walls дегенді таңдаймыз. Әрі қарай Electric Cabinet, сосын Exit Door, сосын Fornute 1 ден бастап Fornute 7-ге дейін Mesh Collider арқылы салып шығамыз. Болды, енді ойында тексеріп көрейік. Керемет жұмыс жасап тұр. Әрі қарай келесі видеоға осы проектті дамытамыз. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.